Вакцина деген малдарға болсын, адамдарға болсын, олардың алдын алу үшін қолданылатын препараттар. Вакцинаның негізі аурудың қоздырғышын өзінен жасайды. Мысалы, туберкулезге қарсы вакцинаны туберкулездің қоздырғышынан жасайды. Бруцеллезге қарсы қолданатын вакцинаны бруцеллезден қоздырғышынан жасайды. Мына сібір жарасы деп айтамыз ғой, сибирский язва, топалаңға қарсы вакцинаны топалаңның қоздырғышынан жасайды. Қоздырғыштың да түрі болады. Оның сапрофитті және патогенді. Олардың патогенділігі ауру тудырады, сапрофиттілігі олар организмде иммунитет тудырады. Көптеген вакциналарды организмге егу үшін, иммунитет тудыру үшін, антиденелер пайда болу үшін оларды әртүрлі жолдармен әлсір етеді. Химиялық жолдармен, жоғары температурамен, немесе физикалық жолдармен, немесе биологиялық жолдармен өздері жаңағы онша ауырмайтын малдардың организміне пассаж жасау арқылы әртүрлі жолдармен әлсір етеді. Әлсіреген микроорганизм немесе вирус болсын, организмге барғанда ол өзінің ауру тудыратын қасиетінен айырылып қалады. Бірақ оның өлсе де, әлсіресе де организмнің иммундық жүйесін оятатын қасиеті ғана сақталады. Сол иммундық жүйені барады да оятады. Мысалы, енді биологиядан өздеріңіз оқыдыңыз, фагоцитоз, лейкоцитоз, фагоцитоздан жебір клеткалар сырттан келген микроорганизм жеп тастайды дегендей. Мынау жаңағы вакцина еккенде организмге барып иммундық жүйесін оятқаннан кейін оған әртүрлі антиденелер, антитела деп айтады, антиденелер пайда болады. Сол антиденелер организмге келген микроорганизмді жеп, ертіп, жойып жібереді. Сөйтеді, организм ондай ауырмайды, организмде иммунитет пайда болады, антиденелер пайда болады. Ол сол себепті осыны профилактикалық мақсаттар үшін қолданады. Кейде бұны иммунитетті Эдуард Дженнер ағышында ойлап тапты дейді, ал негізінде біздің бабаларымыз өте ерте кезден ойлаған. Мысалы, ауру адамның бұрын оспамен, шешектен ауырды деді ғой, шешектің ана несін алады, жарасын алады. Оның жарасында да микроорганизм болады, бірақ ол күннің әсерінен, желдің әсерінен, организмдегі өзінің күшінің әсерімен ол әлсіреген. Сол әлсіреген жараны мына қазады, қазып, мына жаққа еккенде ол ауру тудыратын қасиеті жоқ, мүмкіншілігі жоқ. Организмнің тек иммундық жүйесін оятады да иммунитет пайда болады. Немесе ауырған адамның көйлегін алып, қазақтар ауырған адамдарға жазылып кеткен адам көйлегін кигізіп жатады ғой. Сол көйлекте кішкентайдың болса да әлсіреген, немесе ауру тудыратын саны жетпейтін микроорганизмдер болады. Ол иммундық жүйені оятады да организмде иммунитет пайда болады. Негізі микроорганизмнің екі түрі болады, жаңа айтқандай пайдалы және зиянды, сапрофитті немесе патогенді. Кез келген нәрсенің екі жағы болады. Мысалы, химиялық заттарында, мысалы, радиациялық заттарында, мысалы, уранды радиацияны екі түрлі мақсатта қолдану ғой. Бейбіт мақсатқа және соғыс мақсатында. Осы микроорганизмдерді екі түрлі мақсатта қолдану болады. Олардың жаңа иммуногенділігі жоғары түрлерін вакциналар үшін, қан сарысуларын жасау үшін, антигендер, аллергендер жасау үшін қолданса, жаңа патогенділігі жоғарыларын биологиялық қару ретінде қолданады. Ол бір-бірін биологиялық қару қолданам деп қорқытып отыратын сол. Кешегі жағдай, коронавирустегі жағдай биологиялық қарудың барлық қарудан да өте жоғары екендігін көрсетті. Ковид келіп, бәр әлем діретті де, бүгілді, білімді де, білекті деген сол ғой. Мысалы, егер ядролық қару, немесе химиялық қару белгілі бір ғана аймақта, локалды түрде бір елдің көлемінде ғана залал келтірсе, анау бүкіл әлемге залал келтіретін кешегі жағдай көрсетті. Ол әлемдік деңгейде залал келтірді, біз бүкіл әлем болып күрестік. Оның ішінде біздің институттың да ашқан ғалымдары күресті. Сөйтіп ол ауырды.